Жоломер 2-ші орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Жайлы Таңшолпан. Менің ғылыми зерттеу жобамның тақырыбы аллергия әлемдік мәселе. Зерттеу өзектілігі. Аллергия жер шарында өте кең таралған аурулардың бір түрі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының болжамы бойынша 21-ші ғасыр аллергия ғасыры болуы әбден мүмкін. Статистикалық мәліметтер бойынша бүгінгі күні біздің планетамызда әрбір 5-ші адам аллергия ауруына шалдыққан. Зерттеу мәселесі. Әлемде жас, жыныс талғамайтын аллергия, демікпе ауруларына шалдыққандар санының күннен күнге артуының себептерін анықтау мақсатында зерттеу жұмысын жүргізу. Зерттеу мақсаты аллергияның басты себептері мен түрлерін, белгілерін, таралу жолдарын қарастыра отырып, алдын алу және емделу шараларын анықтау. Зерттеу міндеттері бүгінгі сын көтермейтін экологиялық ахуалдың қоршаған ортаға келтіріп отырған зиянын тағы да дәлелдеу. Аллергиялық аурудың белгілерін, себептерін, түрлерін, таралу жолдарын, ошақтарын, алдын алу мен емделу шараларын анықтау. Аллергиялық аурудың медициналық қарама-қайшы жақтарын анықтай отырып, оны емдеу барысында медицина саласында ашылып жатқан жаңалықтарды қарастыру. Тұрар Рысқұлов ауданы бойынша аллергиялық аурудың таралу себептерін анықтай отырып, аллергиялық ауруға шалдыққан адамдар санын анықтау. Зерттеу болжамы. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп халық даналығы айтқандай, әлемді шарлап кеткен аллергия ауруынан сақтану үшін бұл ауру туралы барлық ұғымдармен таныс бола отырып, оның алдын алу шараларын қатаң сақтау. Зерттеу жаңалығы. Адамдар көп жағдайда елемейтін аллергия ауруының өте қауіпті де таралу жағдайының жылдамдығы. Ғасырлар бойы адамдар табиғатта өмір сүріп, оның туындысы ретінде дамып келеді. Адам баласы салауатты өмір сүру үшін денсаулығын сақтаудың түрлі жолдарын іздестіре отырып, аурудың алдын алу үшін күресіп келеді. Денсаулықтың кепілі табиғаттың тазалығы мен азық-түліктің сапасына тәуелді екендігін ертеден білді. Аурулардың таралу жолдарын іздестіріп, емдеу тәсілдерін зерттеді. Аллергия бұл ағзаның жат затқа деген сезімталдығының өзгеруі. Әлемде жас, жыныс талғамайтын аллергия, демікпе ауруларына шалдыққандар саны артып отыр. Аллергиялық ауру түрлерінің эпидемиологиясын зерттеу нәтижесі бұл аурудың соңғы кездері өте кең түрде және жедел дамып келе жатқанын көрсетіп отыр. Тәжірибе жүзінде барлық дәрігерлер аллергиялық аурумен кездесіп жатады. Мұндай аурулар дәрі-дәрмектен, тағамнан, тұрмыстық заттардан, синтетикалық маталардан тігілген киімдерден, әсемдік бұйымдардан, косметикадан және тағы да басқа көптеген себептерден болады. Аллергия және оның пайда болу себептері. Аллергия туралы зерттеу нәтижелеріне шолу жасау барысында мынандай деректер жинады. Аллергия организмнің қоршаған ортаның кейбір әрекеттеріне әдеттегіден тыс сезімталдығы. Аллергия терминін ең алғаш 1960 жылы Австрия педиатрлары Перке мен Шик енгізген. Эндогендік аллергендер көпшілік жағдайларда әртүрлі микробтардың, вирустардың, суық немесе ыстық температуралардың, улы химиялық заттардың, иондағыш сәулелердің әсерлерінен организмнің өзінде пайда болады. Аллерген организмге ең алғаш түскенде иммундық жүйелерге әсер етіп, оның сол аллергендерге сезімталдығын көтереді. Кейін бұл аллергендердің қайталап түсуі салдарынан аллергиялық ауру пайда болады. Аллергиямен ауырған адам аллерголог дәрігерлердің бақылауында болуы керек. Аллергология. Аллергиялық аурулардың пайда болу себептерін, даму жолдарын, клиникалық белгілерін зерттейтін және олардан алдын ала сақтану мен емдеу әдістерін жетілдіретін иммунология мен клиникалық медицинаның бір саласы. Тұрар Рысқұлов ауданы бойынша аллергиялық аурулардың таралу себептері. Әлемде жас, жыныс талғамайтын аллергия, демікпе ауруларына шалдыққандар саны артып отыр. Ресми дерек бойынша Қазақстанда бұл аурудың тауқыметін тартушылар өткен 2015 жылы 4.094.000 адамға жеткен. Ресми дерек бойынша дүние жүзінде аллергияға шалдыққандар саны 150 миллион болса, олардың 4.094.000 Қазақстанда тұрады екен. Мамандар Қазақстанда демікпемен ауыратындарға үкімет тарапынан ешқандай жеңілдіктер қарастырылмағанын, тек 5 жасқа дейінгі сәбилер мен жүкті әйелдер, соғыс ардагерлері мен мүгедектерге ғана жеңілдіктер пайдалана алатынын айтады. Мамандарға дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі тосқауыл болуда дейді ол. Оның айтуынша науқасты емдеуге қажетті дәрілердің көбісі Қазақстанда тіркелмеген. Тіркелмеген дәріні дәрігерлер қолдана алмайды. Алматы қаласында бронхитті демікпе мүгедектігіне шалдыққан 87 бала ресми тіркеуге алынған. Қалада жаңа туған сәбиден бастап естияр балалардың 1000-нан астамы азық-түліктің немесе дәрі-дәрмектің кейбір түрінен аллергиялық ауруларға шалдыққан. Қарақат ауылының фельдшері Бушанова Нұржамал Кенесбаевнадан алған сұхбатында мен мынадай жауап алдым. Уақыт өткен сайын аллергиялық аурулардың жаңа түрлері пайда болып, тамырын тереңге жайып келеді. Бұл науқасқа уақытында нақты диагноз қойып емдеуге кедергі келтіріп жатады. Өсімдіктің тозаңынан болатын аллергияның түрлері өте көп. Аурудың басты қоздырғыштары шаң, тозаң, темекі түтіні, көктем кезінде аллергия тудыратын құрт, құмырсқа мен өсімдіктер.
Бұл ауру бүгінде үлкендер арасында да, балалар арасында да кең таралып отыр. Үлкендер арасында 30 жасқан әйелдер көп сырқаттанады. Біздің ауданда аллерголог маманы болмағандықтан біз дәрігерлер аллергия ауруына шалдыққан науқастарды облыс орталығына жібереміз дейді. Ең қиыны бұл аурудың емшек жолындағы сәбилер арасында көптеп кездесе бастағандығы. Аллергияның алдын алу шаралары. Аллергиктерге кеңес. Мамандардың зерттеулері көрсетіп отырғандай, Қазақстанда әрбір 5-ші адам аллергия ауруына шалдыққан. Аллергияның мерзімдік түрінің 3 толқыны бар. Олар мыналар: көктемгі толқын сәуір айының ортасынан бастап мамыр айының аяғына дейін талдар мен өсімдіктердің гүлдеуімен байланысты. Жаздық толқын маусым айының басынан бастап шілде айының аяғына дейін көк шөптер мен өсімдіктердің тозаңдануымен байланысты. Жаздық күздік толқын маусым айының аяғынан бастап қазан айының аяғына дейін талдар мен өсімдіктердің гүлдеуімен байланысты. Қорытындылай келе, зерттеу жұмысы арқылы әлемдік проблемаға айналып отырған аллергия ауруы туралы, оның белгілері, шығу себептері, ошағы түрлері, алдын алу шаралары, емделу жолдарын анықтап, дәрігерлермен кездесіп, сұхбат алу арқылы көп нәрселерді анықтады. Аурудың басты қоздырғыштары шаң тозаң, темекі түтіні, көктем кезінде аллергия тудыратын құрт құмырсқа мен өсімдіктер. Сонымен, аллерген дегеніміз аллергиялық реакция тудыратын заттарды айтамыз. Ғылыми-техникалық ізденістер мен өндірістің дамуы қоршаған ортада көптеген аллергия туындататын заттардың пайда болуы адам арасында жылдан жылға түрлі аллергиялық аурулар тудырып отыр. Мен өзімнің алдыма қойған мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Әлемдік мәселеге айналып отырған аллергия ауруы мен оның қоздырғыштары, пайда болу себептері, түрлері мен алдын алу шаралары, ауданымыздағы аталған ауру түрінің таралу жағдайы, аллергендер туралы зерттеу жүргізе отырып, аллергиктерге кеңес беру туралы көп жұмыстар жүргіздім. Менің жүргізген зерттеу жұмысым экологиясы сын көтермейтін дәл қазіргідей уақытта аудан тұрғындарына аз да болса да өз көмегін тигізеді деп сенемін.